Қайырлы күн достар, менің аты жөнім Әсем Бұқай, мен бала тәрбиесі жөніндегі маманмын. Жалпы алдынан бері аурулар қайдан пайда болады, аурудың түрлері туралы айтқан болатынмын. Енді шарт қою адам өміріне қаншалықты қауіпті, сол жайында айтайын деп отырмын. Шарт қою жалпы адам өмірінде өзінің жақын адамдарына шарт қоя бастайды екен. Ол айдаладағы біреуге емес, көбінесе жақын адамдарына, соның ішінде жолдасы, баласы, ата-анасына шарт қойып жатады. Ол саналы түрде емес, бейсаналы түрде және түйсік деңгейінде, түп сана дейміз ғой, подсознание, сол бейсаналы түрде және шарт қойып жатады екен. Шарт қойып жатады, қандай шарттар? Жалпы шарт қою дегеніміз не? Шарт қою дегеніміз және өзіңнің қалауыңды басқа адамға орындату. Мысалы, балаңыз бірдеңені жасамай қойса, неге орындамадың, сен орындауға міндеттісің, менің айтқанымнан шықпауға міндеттісің деген сияқты. Осы секілді шарт қоюлар мына өмірде өте көп. Және келін осыған міндетті, анаға міндетті, неге бүйтіп жасамадың, неге бүйтіп істемедің деп өзіміздің айтқанымыздан шығармай жаңағы міндеттеп қоямыз. Негізінде ешкім еш нәрсеге міндетті емес. Ол айтқан нәрсеңді жасамаса да, жасаса да, жәнегі нетесіне көңіл күйің түсіп қалуы мүмкін. Жалпы шарт қою арқылы бейсаналы түрде адам ренжуі мүмкін. Жәнегі іштей адам жасамай қоятын болса, іштей өкпе реніш, жек көру болады түйсік деңгейінде. Ал енді жалпы бұлай басқа көзбен қараған кезде біреудің нәрсесін істеуге, біреудің қалауын орындауға міндетті емес. Сол үшін жәнегі үшінші жақпен қарап үйрену керек. Үшінші жақпен қарау дегеніміз не? Өзіңізді сол адамның орнына қойып көріп, мен жалпы ол адамның орнында болғанда не істер едім деп, жалпы мен кім үшін істеп жүрмін деген сұрақты өзіңізге қойып көрген дұрыс деп ойлаймын. Бір адамға ренжу жалпы түйсік деңгейінде және түп сана деңгейінде жәнегі бейсаналы түрде подсознанияда мен саған өлім тілеймін дегенді білдіреді екен. Ол дегенің қалай? Ол дегенің бейсаналы түрде өзіңізге, мысалы, солай ойлайсыз, былай сондай жай ғана ренжіген секілді болып көрінгенмен, ол жәнегі біреуге ренжу, өкпелеу, шарт қою осындай себептерге алып келеді екен. Ол Алланың сынағына апарады. Ал қандай сынақтар? Сынақтар ана жылдан бері айтып жүрме, әртүрлі болады. Сынақтардың ең бірінші жеңіл түрі ол ауру. Алла тағала ең бірінші ауру ретінде сынайды екен, бізге ауру береді екен. Не болмаса жеңіл түрі ақша болдырмау мақсатында болады екен. Одан кейін тыңдамасақ, жәнегі ауруды асқындырады. Оны тыңдамасақ, жәнегінде жақындарымызды алып қою мүмкін, сол секілді қиын сынақтарды беруі мүмкін. Сондықтан адамға ашуланбау керек дейтін содан екен. Адам Алланың керемет жаратылысымыз деп ғалымдар не үшін айтады? Өйткені адамның ойы атом ядросының жылдамдығынан да мықты екен. Сондықтан бір ойладыңыз ба, ол түйсікке, түп санаға кіріп кететін болса, міндетті түрде орындалады екен. Сондықтан ойымызға абай болу керек. Адамның амалынан ойы игі екен. Сол үшін ең бірінші ойымызды жөндегеніміз дұрыс. Ой түйсікке және өтіп кететін болса, ең бірінші орындалып кетеді екен. Ой түйсікке өтіп кететін болса, бізге міндетті түрде жәнегі сынақ болып, бізге ауру болып, басқа да сынақтар болып, бізге өзімізге қайтып келуі мүмкін. Ең бірінші ойымызды жөндейік, және де өкпе ренішімізді ұмытып, бірінші ойымызды жөндеп, жақындарымызбен қарым-қатынасымызды жөндеп, және жанымыз да тәніміз де сау болуына шын жүректен тілектеспін. Егер де менің ақпаратым ұнаса, маған лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Рахмет.